Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәл ресторандағыдай болып шығатын мясо по-тайски тағамның рецептісімен бөлісемін. Және күріштің дәл осылай шашырап, дара-дара болып пісетін рецептісін толығымен көретін боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге ең бірінші кезекте ет қажет болады. Етті осылай жіңішке етіп кесіп аласыздар. Ұзынша жіңішке етіп қараңыздар. Етімізді аз уақыт ішінде қуырып тез пісіру үшін дәл осылай кесіп алуларыңыз қажет болады. Және де бізге 4 данадай пияз қажет. Дәл осылай ірі етіп, лағманға турағандай етіп кесіп бөлшектеп аласыздар. Және де дәл осы пияздың араларын ашып шығыңыздар. Сонда пияздар өте әдемі болып қуырылатын болады. Бетінде де әдемі болып көрінеді. Пияздарды дәл осылай бөлшектеп аламыз, арасын ажыратып. Сонан соң бізге бағдаршам бұрыш қажет болады, яғни түрлі түсті осындай болгар бұрышын, оны да ірілеу етіп тураймыз. Мен сары және де қызыл түрін пайдаландым. Екеуінен бір дана пайдаландым. Оны да дәл осылай ірі етіп турап аламыз. Және де қияр қосамыз. Қияр қоспауға да болады, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Дәл осылай қиярды ұзынша етіп турап қосып жатырмын. Егер болмаса, қосып қажет емес. Және де 2-3 тісше сарымсақты ұсақтап етіп тураймыз. Сарымсақ өте ерекше дәм береді. Сол себепті сарымсақты да дайындап алдым. Енді бізге сұйық май қажет болады. Сұйық майды кішкене көптеу етіп құйып аламыз да, қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. 5 минут шамасында осылай сөлі шығып, қып-қызыл әдемі болғанша жақсылап қуырып алдық. Міне қараңыздар. Қызартып, әдемілеп қуырып болған соң, жаңағы кесіп дайындап алған пиязымызды үстінен салып, тағы да пиязымыз қып-қызыл түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздерге керемет рецепттер шығаратын боламын. Сіздерге бірінші болып көріну үшін тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Дәміне қарай тұз және де қара бұрыш салып, және де кішкене су құямыз. 2 дана лавр жапырағын салып, араластырып, астын баяу отта дәл осы суымен жарты сағат шамасында етті пісіріп аламыз. Өте баяу отқа қойып қойыңыздар, етіміз піседі. Оған дейін біз күрішін дайындайтын боламыз. Қазанымызға кішкене сұйық май құямыз. Және де жақсылап жуылған күрішімізді салып, күрішті кішкене қуырып аламыз. Көп қуырып қажет емес, 3-4 осылай жақсылап араластыра отырып қуырсаңыздар, өте әдемі дара-дара болып шығады, шашыраңқы болып. Мен осындай лазер күрішін пайдаланам. Үйіңізде қандай күріш бар, соны пайдалансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз салып, үстінен су құямыз. Суымыз күріштің бетін жауып тұру керек. Міне енді қақпағын жауып, орташа отта қоямыз суы тартылғанға дейін. Мына жақта біздің етіміз жұмсақ әдемі болып пісіп шықты. Сол аралықта жарты сағат шамасында баяу отта қайнады. Енді үстінен бағдаршам бұрышы және де қиярды саламыз. Сонан соң ұсақтап туралған сарымсақ және де 4-5 ас қасықтай шамамен соевый соусты құйып, жақсылап араластырамыз. Және де тағы да өте баяу отқа қойып, шамамен 5-10 минут шамасында бұқтырып қоямыз. Осымен біздің подливымыз дайын болады. Енді мына жақта біздің күрішіміздің суы тартылды. Суы тартылғаннан кейін астын өте баяу етіп қойып қоямыз. Күрішті осылай бір жерге жинап, дәл күрішті жаңа бұқтырғандай бұқтырып қоятын боламыз. Осылай бір жерге жинақтап, араларын тесіп, 10 минут шамасында бұқтырып қойсақ, біздің күрішіміз дайын болады. Міне күрішті жауып, 10 минутқа қалдырып қоямыз. Піскендегі күрішті қараңыздаршы, шашырап, өте әдемі болып, бір-біріне жабыспай, өте әдемі болып пісіп шықты. Сіздерде осылай ең бірінші сұйық майға қуырып, дәл осылай бұқтырсаңыздар, өте керемет болып шығады. Енді оны кіші кесемізге салып, осылай тарелканың ортасына ұсынамыз. Және де біздің подливымыз да дайын болып қалды. Қараңыздар, өте әдемі болып шыққан. Дәл ресторандағыдан да керемет әдемі болады. Дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Үстінен суын құйдым. Әсемдігі үшін осылай күнжет сеуіп қойсаңыздар болады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.